Мен Kuralova Gulnaz, Navoiy Mемлекеттік педагогика институты физика технология факультеті физика және астрономия кафедрасы оқытушысымын. Бүгін сіздерменен тербелістер тақырыбын өтеміз. Тақырыптар бойынша жоспар, тербелістер бойынша жалпы түсінікті айтамыз. Екінші жоспарымыз тербелістер периоды, үшінші жоспарымыз тербелістер жиілігі, төртінші жоспарымыз тербелістер амплитудасы, және ең ақырғы жоспарымыз бұл тербелістер түрлері болып есептелінеді. Яғни тербелістер табиғатта құбылыстар арасында периодтық процесте өте көп кездестіруіміз мүмкін. Мысал үшін айтатын болсақ, айдың жер айналасында айналуы, бір тәулікте күн мен түннің алмасуы, табиғи серіктердің планета арасында айналуы, планеталардың күн және өз осьтерінің айналасында айналуы және тағы басқаларды айтып өтсек болады. Тұрмыста, техникада сағат маятнигінің тербелісі, ішкі жану двигательдері, цилиндрдің поршенінің қозғалысы және басқа да периодтық процестерді мысал қылып айтуымызға болады. Материалдық нүкте қозғалысының бірдей уақыт аралығында бірнеше рет қайталануы бұл периодтық процесс болады. Мұндай тізбекті бірдей күйлерден қайталану үшін кеткен уақытқа периодтық процессті делінеді. Яғни периодтық процесс әрпімен белгіленеді. Периодтық процесс математикалық түрде төмендегідей өрнелген. Яғни мына формулада F жақша ішінде Т қосылған үлкен Т жақшаны жабамыз тең F үлкен Т-ға. Барлық периодтық қозғалыстар арасында физика және техниканың негізгі орынды тербелістер иелейді. Тұрақты қайталану мен айырмашылық ететін процестер тербелмелі қозғалыс деп аталынады. Немесе периодтық түрде қайталанатын қозғалысқа, яғни дененің өз тепе-теңдік жағдайының айналасында периодтық қозғалысына тербелістер деп аталады. Тербелістер периодына келетін болсақ, бір рет толық тербеліске кеткен уақыт тербелістер периоды деп аталынады. Яғни тербелістер периоды Т әрпінен белгіленіп, өлшем бірлігі секунд. Тербелістер период үлкен Т әрпінен белгілейміз, өлшем бірлігі секунд. Яғни Т тең кішкене Т бөлінген N. Т тең 1 бөлінген В. Тербелістер жиілігіне келетін болсақ, уақыт бірлігі ішінде толық тербелістер санын тербелістер жиілігі дейміз. Яғни уақыт бірлігі ішінде 1 секундта толық тербелістер санын тербелістер жиілігі деп аталады. Және ол төмендегіше формуламен өрнектелінеді. Тербелістер жиілігінің бірлігі герц болады. Формулада көрініп тұр В тең N бөлінген Т немесе 1 бөлінген Т. Тербелістердің жиілігі герц немесе секунд дәрежесінде -1. Тербелістер амплитудасына келіп тоқталатын болсақ, тербелістер амплитудасы деп тепе-теңдік жағдайынан максимал ығысу моделіне айтылады. Тепе-теңдік жағдайынан максимал ығысу жағдайына айтылады. Тербелістер амплитудасы деп дененің тепе-теңдік жағдайынан шеткі жағдайына дейін болған қашықтыққа айтылады. А тең XM. Тербелістер амплитудасының бірлігі метр. Гармоникалық тербелістерге келіп тоқталатын болсақ, нүкте қозғалысының траекториясының уақыты бойынша өзгеруі синустары немесе косинустар заңы бойынша өзгеретін тербелістерге гармоникалық тербелістер деп аталынады. Гармоникалық тербелістер деп синус немесе косинус заңы бойынша болып өтетін тербелістерге айтылады. Гармоникалық тербелістер теңдеуі төмендегі көрініске ие болады. Бұл жерде синус үшін гармоникалық тербеліс формуласы беріліп жатыр. Яғни X тең X синус омега көбейтілген Т. Ал бұл жерде косинустар үшін гармоникалық тербелістер формуласы беріліп отыр. Бұл жердегі X нүктенің тепе-теңдік күйінен ығысуы, яғни X бірлігі метр, фи нулевой бастапқы фаза немесе фазалар айырмасы болып есептелініп, бірлігі радиан. Тербелістер амплитудасы болып отыр, бірлігі метр. Тербелістердің толық фазасы. Гармоникалық тербелістер қозғалысы жиілігі, периоды, амплитудасы және фаза сияқты шамалары менен де сипатталынады. Гармоникалық тербелістер толық энергия өзгермейді. Дененің тербелмелі қозғалысқа келтіретін
күштің шамасы және бағыты периодтық түрде өзгереді. Гармоникалық тербелістер нүктенің жылдамы және үдеу уақытына байланысты түрде синус немесе косинус заңы бойынша өзгереді. 2π секундтағы тербелістер санының циклдік жиілігі деп аталады. Омега тең фи бөлінген т. Бұрыштық жылдамдық немесе циклдік жиілік деп атаймыз. Циклдік жиілікте фазаның өзгеру жылдамдығына сән мәні жағынан тең болған шамаға айтылады. Синус немесе косинус аргументі фаза деп аталынады. Тербелістер фазасы тербелмелі шаманың кез келген уақыты моментінде анықталатын. Омега көбейтілген т қосылған фи нөләбай тәуелсіздік айнымалына айтылады. Гармоникалық тербеліс теңдеуінен ығысуынан уақыт бойынша бірінші тәртіп туынды алсақ, біз гармоникалық тербеліс жылдамдығына тапқан боламыз, және оның математикалық өрнегі төмендегіше болып жатыр. Яғни dx бөлінген dt тең болады а көбейтілген омега көбейтілген косинус жақша ішінде омега көбейтілген т қосылған фи нөләбай болып жатыр. Гармоникалық тербеліс теңдеу ығысуынан уақыт бойынша екінші тәртіп немесе гармоникалық тербеліс жылдамдығының бірінші тәртіп туындыны алсақ, гармоникалық тербеліс үдеуі тапқан боламыз, және оның математикалық өрнегі төмендегі формуламен көрсетуге болады. d квадрат x бөлінген т квадрат тең болады dv бөлінген dt тең а тең минус а көбейтілген омега квадрат көбейтілген синус омега көбейтілген т көбейтілген фи нөлі. Бұл теңдік төмендегі көріністе де жазуға болады. Яғни теңдіктің төмендегі түрлері бар. Бұл жерде vm максимал жылдамдық, am максимал үдеу, a тербелістегі үдеу болады, a тангенциал үдеу, v тербелістер жылдамдығы болады. Тербелістердің біздерге екі түрге бөлінеміз, өшетін, сөнбейтін. Уақыт өтумен амплитудасы кемейіп бара жатқан тербелістерге өшетін тербелістер дейміз. Уақыт өтумен амплитудасы өзгермейтін тербелістерге бұл сөнбейтін тербелістер деп аталынады. Өшетін тербелістер, яғни үйкеліс, яғни кедергісі бар болған жүйелерге тербеліс өшеді. Яғни бұл жерде гармоникалық тербеліс болмайды. Үйкеліс барысында кедергісі бар. Бұндай өшетін тербелістер гармоникалық тербеліс емес екендігін келіп шығады. Тербелістердің өшуі тербелістердің жүйесіндегі үйкеліске байланысты. Уақыт өтумен амплитудасының өзгеруіне тербелістер сөнбейтін тербелістер деп аталады. Сөнбейтін тербелістер гармоникалық тербелістер делінеді. Яғни бұның кедергі, яғни үйкелісіне кедергі болатын жүйе жоқ. Тербелістер үш түрге бөлеміз. Еркін, мәжбүри, автотербелістер. Яғни ол өздерінің атына мәлім болып тұр. Еркін тербелістер дегенімізде, яғни бір рет күш әсер еткенде ешқандай сыртқы әсерсіз тербелетін тербелістерге айтылады. Ал мәжбүри тербелістерге сыртқы периодтық ретте әсер ететін күште болатын тербелістерге айтылып өтеді. Автотербелісте бір рет энергия алып, өзін өзі басқаратын тербеліске айтылады. Яғни әр қайсы тербеліс өзінің атына байланысты мәлім болып тұр. Еркін болғанда өзі тек сырттан бір рет қана күш әсер алып, қалған уақытта өзі тербеліп тұр. Мәжбүри тербелістерге сыртқы периодтың күші әсер етіп тұр. Сырттан әсер ететін күштің жиілігімен дененің жеке жиілігіне сай келуі нәтижесінде амплитуданың күрт артып кету құбылысына резонанс деп аталады. Гармоникалық сыртқы күштің периоды дененің еркін тербеліс периоды жақындаған кезде мәжбүр тербелістер амплитудасы күрт артуы резонанс деп аталады. Резонанс уақыттың фазалар айырмашылығы нөлге тең. Мәжбүр тербелістер амплитудасы мәжбүрлейтін күш артуыменен алдын артады, максимумға жеткен соң азаяды. Яғни бұл жерде гармоникалық тербелістің толық энергиясы беріліп тұр. Назарларыңызға рахмет.